Туған жердің үстінен ұшып өткен құстар-ай, сендерде де сағыныш бар ма? Мен тағы да туған ауылыма келе жатырмын. Мен туған ауылға келе жатқан сайын, күркіременің жағасына аялдап, осынау көк түтіні көкке ұмтылған үйлердің, алуан-алуан адамдардың, алуан-алуан тағдырын көз алдыма елестетемін. Бірақ көз алдыма елестетсем де, ауылда кім бар, кім жоқ, өмірге қандай сәби келді, ақ басты ақ сақалдары тың ба, құрбыларымның ішінде тұрмыс құрғандары бар ма, бәрі беймәлім. Әне, жұқалаң мұнарға оранып, менің ауылым жатыр. Ол Шыңғыстай деп аталады. Әне, ауылымның үстінде батар күннің батсайы, жалқынып, балқып, алтын арай аптап жатыр. Ұзақ ауылынан мал құлап келеді. Өз сиырын қайырып алуға шыққан бала-шаға, қыз-келіншектер батып бара жатқан күн нұрының астында таңғажайып түстей болып көрінеді. Олар қан қызыл сәуленің ішінде малтып жүргендей, немесе алтын асықтан біртін туындап жатқан ғарыштың періштелеріндей ғажайып болып көрінеді. Батар күннің алқызыл алауы бұқтырманың толқынын саулап барып сүйіп өтсе, анау Қыпшақ елін енағаш майыстырып, су көтеріп бара жатқан қыздың шелегінде үйіріліп тұр. Мен сонда батар күннің алауы қыз жанарында да жасырынып жатқанын білдім. Араға жылдар салып, еліңе оралғанда, жүрегің өз-өзінен дүрсілдеп, балалық шағың құлынтайдай тебісіп өскен достарың есіңе түсіп, көзіңе жас аласың. Мен сіздерге ауылдастарымның біреуіне ғана жазған хатымды оқып берейін. Құрметті Сара, сенде әлі мақтау грамотасы да, өрден мадақтамалары да жоқ екенін білемін. Тіпті суретің аудандық құрмет тақтасына да ілінбеген. Газет журналдардың беті де бұйыра қоймаған жұмбақ жансың. Иә, сен туралы еш адам жартып білмейді. Білетін де шығар, бірақ жақсының жақсылығын тұмшалап, бүркеп ұстауға әуес қой пенделер. Бірақ ол осындай деген бірер ауыз сөз сенің бүкіл болмысыңды, жан дүниеңді, өзгеге ұқсамайтын бірегей әрі бірбеткей табиғатыңды аша алмайды. Сен туралы сайып келгенде ауылдастарың ғана таңдайын қаға тамсанып сыр шертер еді. Жоқ, олар да сыртқы жүріс-тұрыс, қимыл әрекетің мен ауыл үймен аралас құраласыңа ғана баға берер еді. Сен туралы сен де айта алмас едің. Сен туралы семьяң да айта алмас еді. Сен туралы туған жерің, Алтайдың құз аңғарлары, көктемі мен күзі, қысы мен жазы, орманы мен тоғайы да жырлап бере алмайды. Сен туралы сүйген жарың ғана, аңсаған жарың ғана, арманыңдай арынды леппен ағыл-тегіл сыр шертер еді. Иә, сол ғана, өзі ғана. Сара,
осынау жолдардың иесі, мен де өзің туралы мүлдем аз біледі екенмін. Сен туралы жазайын-ақ деп ертеден ойласам да, қолыма қалам алсам болды. Әмсе жайдары жарқын, жаныңнан өзге ештеме елестете алмаймын көзіме. Мүмкін осының өзі адамның ең асыл қасиетін айғақтайтын бірден бір белгі шығар. Мүмкін сенің барлық тіршілік тынысыңды, жүйке жүйеңді сарп етіп, асыл арманыңнан бетер аялаған қарапайым мамандығың мен еңбегіңнің өлшеуіне осы жарың кеткен жаныңның жазиралы шуағын алу керек шығар. Мүмкін сенің бойыңда буырқанар уақытың күтіп, жанар таулана жатқан тілсім күш бар шығар. Мүмкін сен күшті тек бір адамға сүйіп қосылған қосағыңды адал жүрек, ыстық ниетпен тосуға сарп еткен шығарсың. Жаздың жайма шуақ күндері еді ғой. Жаздың қоңыр барқыт кештері еді ғой. Біздің үй жар жиегінде. Дәл іргемізді жиектеп қалың қараңғылы тоғайға беттеп кеткен жалғыз аяқ жол барды. Сол жол ауыл жартысының бүкіл арманын арқалап жатқан киелі соқпақ іспеттеді. Сол жол көлденең көзге қаншама елеусіз боп басталса да, ауыл жастары үшін таусылмайтын сағыныш домбырасының шегі секілдеді ғой. Өзіңнің ұйымдастыруыңмен мерекелік концерт қойып, артынан биге қалғанбыз. Ол кеште сен аса көңілді жүрдің. Әркіммен үміткерлердің бәрімен биледің. Ағаштар бүршік атып, бұқтырма шанағынан асып, тасып жатқан есіңде болар. Онда да шағын ғана ауылдың шаңқай түсі не ыстық, не суық емес, тау қойнауынан соққан қоңыржай еспе ғана меңдеп, қызғалдақтың иісі аңқып, манаурап жайқайтын ба еді атырап. Есіңде болар. Алғаш келгеніңде бір-біріне пікірін білдірмей, оңаша қырындаған жігіттердің жайдақ әзіл оспағы құлақ етіңді тәуір жеген еді. Сені иектеген топтың әр қайсысы өз үмітін үзбей жүргенде оқыс қимыл жасадың. Иә, бәрі есімде. Сен қасы көзі қиылған сұлу емес едің. Талдырмаш бойың, қоңыр көзің, ерінің, әрі мұңлы күлкің елең еткізетін. Кейде қатты сықылықтап күліп барып, өз-өзіңнен мұңая қалатын әдетің бар еді. Сондайда көп үміткер жігіттердің қай-қайсысы да сенің пиғылыңды түсінбей, апырау, жынды шығар деп кінәлайтын. Ондайда тек әлі бір жуас жігіт қана теріс айнала беріп, ауыр күрсініп алатын.
Сара, есіңде болар. Уәзірхан әскерге аттанатын күні де жұмысқа шықтың ғой. Бұл ердің басын сыйламағандық деп талай сөкті жұртың. Сен Уәзірханға еріп, аудан орталығына барған жоқсың. Кеңсенің алдында қолың қысып машинаға түсірдің де, ләйлаңды көтеріп кітапханаға кіріп кеттің. Сонда сенің қоңыр көзіңде бір тамшы жас кеткенін мен ғана көргенмін. Уәзірхан бұл мінезіңе сыралғы ғой. Жымиып күлді де басын чайқады. Біздер шығарып салғанбыз жан жолдасыңды. Білемін, саған қиын болды. Қолыңда жаңа туған жас балаң, мектеп жасындағы қайның мен қайын сіңілің, және енең қалды. Оларды қаражат тауып асырау, мал жанға ие болу жас басыңа оңай емес. Иә, бұл секілді тіршіліктің күйбеңі еместі сені қинайтын. Сені қинайтын сүйген жарыңның алыста, тым жырақта жүргені, оны 3 жыл бойы сарыла күткенің. Ел емес пе? Пыш-пыштаған өсек аяңсыз болмайды. Қаңқу сөздер едау, жегідей жеген. Бірақ сен мұның бәріне қасқая қарсы тұрдың. Бір ауылда бір азамат қалмай майданға аттандырып, еңбектің ішкі рухани ләззаттың бар ауыртпалығын, бар азабын 5 жыл бойы көтерген нар арқасы қандай еді? Ендеше сенің мұңайып, сенің қаймығатын жөнің де жоқ еді ғой. Бірақ жас келіншек 3 жыл бойы азап түндерін көрмей өтті десек, сезімге обалау. Күрес басталды. Сара, менің есімде, ауылға бір барғанымда таудан ағаш тартқызып жүр екенсің. Қаңтардың қақаған суығы болатын. Әкемнің атын сұрап біздікіне келдің. 2 бетіңді суық сорып, кірпіктеріңе қырау тұнып, берекең кетіңкіреп жүр екен. Әкем, Сарау, Уәзірхан келген соң өзі шатырлап алмай ма? Несіне әуре боласың? Деді. Шынымен жаны аши. Уәзірханға әлі 2 жыл бар. Жаз шықса болды, үйдің төбесінен тамшағып тынышымызды кетіреді. Қарап отырғанша қарбана берейін деп. Мен қат бар ма? Дедім ерсілеу. Талай болды келген жоқ, дедің мұңайып. Сонсоң әкем атым берді саған. Ауылға енді бір келгенімде, қос бөлмелі ағаш үйлеріңнің ақ шағаладай болып шатырланып қалғанын көрдім. Сара, енді бір ауылға келгенімде, сен біздікінде жылап отыр екенсің. Ләззат пен тәтем бәйек болып жұбатады. Мені көрген соң жасыңды сүртіп, теріс айналып кеттің. Қызық, мені төрем-ау деп қатты сыйлаушы едің. Сен кеткен соң тәтем, апырай, өзі тас қайнатақ 2 жыл болды. Бір үйлі жанды өгіздей өрге сүйреп отыр емес пе? Бұдан басқа біреу болса, өлмелі шешеңмен талыста 2 бауырыңды асырап отырайын ба? Сенен басқа күйеу құрып қалған жоқ, деп баласын шешесіне бере салып кетіп қалар еді. Ал бұл болса тыраштанып көп жүргені, деді.
Әлде бір әзезіл Уәзірханға қаралы қат жазған білем. Одан көпке дейін хабар үзіліп қалыпты. Ақ адамның артынан сөз көп еретінде жайы бар. Бұл бәнидің. Бірақ сен жасыған жоқсың. Қайта өмір өрлегендігі қиындыққа қасқая қарсы жүрдің. Сонда мен өз замандасым бойындағы қажыр қайратқа шындап сүйсінген едім. Сара, жаз қоңыр күзге айналып, Алтай өңірі сарғалдақтай сарғыш тартқанда, көңіліміз бір жасап қалмайтын ба еді. Тау күзі момақан тынышты басталып, аяғы сүреңдене беретін. Сонда қай-қайсымызды да марайма бойкүйездік басатын. Сонда әбден пісіп, қоңсыған пештің иісі мұрныңды қытықтап түшкірткені қандай рақат. Сонда шөп тартқан арбаның артынан еріп, күзгі жалғыз аяқ жолмен жүре бергің келеді. Сонда сонау маужыраған алабажақ адырлар шау болып шөгіп, көз ырқына көнгендей, томпайып қана жұп жуас болып жатпаушы ма еді. Сонда сені де қалың ой басатын. Сен көктеректі аралап, үнсіз өзіңді сезе бермейтін, таңғажайып сапарға шығатынсың жаяу. Қолыңда ләйлаң, қалтаңда Уәзірханнан келген қат. Сара, осы күз Уәзірхансыз күздің ақырғысы. Келер күзде келеді ол. Ала жаздай жаңбыр жауытты да, пішеншілер шөптің қорын жасай алмады. Сонсоң күзге қарай әр ашық күнді пайдаланып арпалысты. Тарбағатай жонынан пішен үйуге аттанысып жатты. Оның ішінде сен де барсың. Мен сені пішеншілер қосынынан ақырғы рет көрдім. Қолыңда шалғы бар, шөп шабуға аттанып барады екенсің. Бұл пішеншілердің рухани тілегін өтегеннен кейінгі бір сәт еңбекке араласуың еді. Ұмытпасам, Тораттың артына мінгескен қайның әтчек бар болатын. Оның қолында да шалғы. Сонсоң сендер таудың бұршақты қалың шалғының ойып-ойып арттарыңа жал-жал десте қалдырып тарта жөнелдіңдер. Алда сен өкшелей әтчек жарса тартып едіңдер-ау шалғыны. Енді бір сәтте сен шаршадың білем. Шалғыны бригадирдің алдына лақтырып тастадың да өтпейді. Шыңдап беріңіз, дедің. Бұдан соң қолыңды басыңа жастаған күйі көк күмбезіне телміріп ұзақ жаттың. Сонда сенің қиялыңның оғы анау көкті әлдеқашан тесіп өткенін білдім. Сонда сенің қиялың әлдеқашан Уәзірханның қасына барып қонғанын білдім. Сонда сен шалғыны шалдыққаннан емес, тіпті мезі болғаннан сарыла күткен сағыныш әптен меңдеткендіктен лақтырып тастадың білем. Сағыныш, ол сағыныш, мынау қыбыр-қыбыр тірліктен әлдеқайда артық.
Ол сағыныш жаста талғамайды, баста талғамайды. Ол сағыныш алдында оқ жаңбырша жауып тұрса да, атойлап алға шығады. Сағыныш, махаббат сәні, жар іздеп жалғызсыраған жүректің әні. Сағыныш, сол сезім жеңген сенің бойыңды. Жұмыста алдыңа жан салмадың, әйтсе де саған бір нәрсе жетіспейді. Ол сағыныш. Сен қызықты жоқ болмаса, үлкен шаһардың той думанын сағындың ба? Жоқ, туған жеріңнің кәусар ауасымен тыныстап, көк шалғынына аунағаннан өзге рақат не? Сені бәз-баяғы қыз-келіншекке дари бермейтін романтиканың қияли сәулесі шарпығанды. Міне, керегі де сол. Ауыл адамдары қиялшыл келеді. Сен қыбыр етпестен әлі жатырсың. Қоңылтақ самал тұрды. Бригадир тартпаңды әлде қашан шыңдап қойған. Әттек, сен үшін де, өзі үшін де, бәлкім ағасы үшін де жапырып жүр көкорайды. Сен әлі де үнсіз. Ой, қиял құшағындасың. Әне, төбеңнен тіпті жақын қаздар ұшып өтті. Жылы жаққа қайтып барады. Біреу, екеу, үшеу, алтау санап шықтың. Қаздар бейне бір уәзірханнан сәлем жеткізгендей қиқулап сарнап барады. Шынында да батыстан ұшып барады ғой. Мүмкін сен сонда аспанда ұшқан алтығаз деп тұлымшағыңнан бері жаттап өскен төлеген зарын қайталаған шығарсың ішіңнен. Мүмкін қайталамағанда шығарсың. Ол сол дәуірдің өзіндей зарлы, сарынындай елес бермей ме? Жоқ, сен, мүмкін сен уәзірханым қалада жүрсе, құстардың қайтқанын көре алмай қаладау деп сезіктендің бе? Шіркін, мынау бетегелі беткейде аунап, туған жердің құстарын шығарып салу, яки қарсы алу қандай керемет. Туған жердің үстінен ұшып өткен құстар, туған жердің түтінін әндетіп өткен құстар. Сендерде де сағыныш арман бар ма? Сендерде де зарығып, сарғайып көтер жар бар ма? Сендерде де мұң бар ма? Туған жердің үстінде күліп жүрген қыздар-ай, сендердің күміс күлкілерің, сендердің жай оғындай жалт еткен жанарларың әмсе сөнбесінші. Біздер жігіттер алыстап та кетеміз, армандап та кетеміз. Ұзақ араға ай салып хат жазбайда кетеміз. Бірақ сендер ұмыта көрмеңдер. Тұлымдарыңнан айналдым. Шыдамдылықты, шын тоса білуді сендерден үйрендім. Сара, мен осымен шимайымды еріксіз аяқтаймын. Енді қалғанын бірде уәзірхан екеуіңе қатқа салып жіберемін. Бірақ құрғыр оған да симайтын шығар. Сондықтан да соңғы нүктесін қойғым келмейді.